Маржан Қоңыратбаева елордадағы көп балалы ананың бірі. Келіншек таяуда үлкен қуанышқа кенелген. Яғни 2 мамырда Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі қатарынан 24 көп балалы отбасыға пәтер кілтін табыс еткен сәтте, оның біреуі 13 жыл үй кезегінде тұрған Маржанға да бұйырған. Астанаға 2003-те келдік. 2006-та очередке тұрдым үйдің кезегіне. 5 балам бар, Алланың бергені. Сол көп балалымен тұрғам 2006-та. Биыл 2019 жылы 1 майда кілт берді үйдің кілтін. Бақыт Сұлтанов мырза үйдің мені әкімнен көрген, сол нем ең бірінші пәтер берді. Өте қуаныштымын. Кезекке тұрса, очередпен келсе береді ғой. Тек бір Аллаға сеніп күтіп отырдым. 2006-та мен 2000-ші болып тұрдым. Сол 2000-ші 13 жыл күттім ғой очередімді. Әкімдік дерегі бойынша көп балалы отбасыларға үлестірілген сол 24 пәтердің 10-ы арендалық санаттағы баспана болса, 14-і ипотека. На сегодняшний день в рамках послания Елбасы Бүгінгі таңда елбасының жолдауы бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының тұрмыстық әл-ауқатын жақсарту мақсатында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі өз ішілік кешенді жоспарын құрған. Оған сәйкес, көп балалы аналар мен өзге де әлеуметтік санаттағы тұрғындар үшін 13 көмек түрі тағайындалған. Атап айтсақ, көп балалы отбасылар үшін әкімдік ішілік кешенді көмектер 2 бағыт бойынша көрсетіледі. Әлеуметтік және білім беру санаты бойынша. Алдымен әлеуметтік қорғау бағытына негізделген көмек түрлеріне тоқталсақ, олар мынадай. Бірінші, табысы төмен отбасылар үшін коммуналдық қызмет ақысын 8-ден 5%-ға дейін азайту. Екінші, үйде білім алатын мүмкіндігі шектеулі балаларға берілетін қаржылай қолдауды 25.250 теңгеге дейін ұлғайту. Үшінші, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында техникалық және кәсіптік білім беру орындарында тегін оқуға мүмкіндік жасау. Төртінші, 2000 тұрғын үй сертификатын беру, оған 2 миллиард теңге қарастырылған. Бесінші, көп балалы аналарға тіс дәрігері қызметін тегін тұтынуға жағдай жасау. Алтыншы, 18 жастан асқан мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қарайтын азаматтарға қоғамдық көлікте тегін жүруге рұқсат беру. Также в разделе социальной поддержки есть 6-й пункт, который... Қазір 6-шы санат бойынша көмек түрі әлі нақты бекітілген жоқ, қарастырылып жатыр. Таяу уақытта оны қолданысқа енгізуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан толыққанды ақпараттар әлі де айтылады. Екінші бағыт білім беру жүйесі бойынша көрсетілетін көмектер. Олардың 7 түрі бар. Атап айтсақ, бірінші, көп балалы отбасылардың балаларына, оның ішінде мектеп оқушылары, жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттеріне қоғамдық көлікте тегін жүруге мүмкіндік беру. Екінші, 1-ші мен 11-ші сынып аралығында оқитын көп балалы отбасы балаларын мектепте тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету. Үшінші, көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалар мен жетім балаларды арнайы сауықтыру орындарына демалуға жіберіп тұру. Төртінші, көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларын бала бақшаға тегін орналастыруға мүмкіндік жасау. Бесінші, көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасы балаларын мектеп формасы мен қажетті оқу құрал жабдықтармен тегін қамтамасыз ету. Алтыншы, жоғарғы оқу орындарында тегін білім алуға қосымша гранттар бөлу. Жетінші, егер көп балалы отбасы жер үйде тұратын болса, онда тегін көмірмен қамтамасыз ету. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қазір үй кезегінде тұрғандар саны ресми 46393-ке жеткен. Олардың 3281-і көп балалы отбасылар.